Әскери қателіктің салдарынан зомби бүкіл елді басып алып, адамзатты жою үшін әлемдегі ең қуатты армияны құрады. Әскери керуен 51-ші аймақтан құпия жүктемені тасымалдап келе жатады. Сапар барысында екі сарбаз контейнер ішіне жасырылған жұмбақты шешуге тырысады. Бірақ осы кезде қарсы бағыттан жаңадан үйленген жастар келе жатқан көлікті байқамай қалады. Қақтығыс нәтижесінде контейнердің есігі ашылып кетеді. Тірі қалған сарбаздар бұл оқиға жайында бастықтарына хабарлайды. Олар болса бірден аумақтан эвакуация жасауды бұйырады. Алайда бәрі тым кешеді. Сыртқа шыққан тылсым күшке ие бір нәрсе әскери қызметкерлерді аңди бастайды. Бұл тіршілік иесіне оқ дармайды. Ол қарсыластарын оңай өлтіріп, оларға белгісіз вирус жұқтырады. Көп ұзамай сарбаздар зомбиға айналып, басшыларына қосылып, Лас-Вегасқа қарай бет алады. Уақыт өте келе бұрын гүлденген Лас-Вегас зомби армиясына толып кетеді. Әскер жағдайды бақылауда ұстай алмай, үлкен шығынға ұшырайды. Сол себепті үкімет Лас-Вегасты үлкен қабырғамен қоршау туралы шешім қабылдайды. Вирустың әрі қарай таралуына жол бермеу үшін. Бар жоғы бірнеше күн ішінде жұқтырылған қаланы ядролық бомбамен жойып жіберу жоспарланған. Бұрынғы жалдамалы жауынгер Скотт Уорд бір казино иесі Танакадан қызықты ұсыныс алады. Танака Скоттқа қабырғаның арғы жағына өтіп, өзінің құмар ойын орнының сейфінен $200 миллион ұрлап әкелуді сұрайды. Скоттың бұл тапсырманы орындауға небәрі 92 сағаты бар. Себебі әскер Лас-Вегасты жер бетінен жоюға дайындалып жатыр. Оның орнына бизнесмен Скотт пен оған қосылатын еріктілерге қомақты сыйақы төлеуге уәде береді. Осы кезде Скоттың қызы Кейт Лас-Вегасқа жақын жердегі карантиндік лагерде ерікті ретінде жұмыс істеп жүр. Бұл жерде адамдар қатаң оқшауланған, ал лагерден шығудың жалғыз жолы күзетшілерге пара беру. Кейттің жақын досы Гита өзіне және балаларына еркіндік сатып алу үшін қоршаудан өтіп, ойын автоматтарын бұзуға бел буады. Кейт оның бұл әрекетін аса қауіпті деп есептеп, райынан қайтаруға тырысады. Гита, ол жаққа кіргендердің бәрі қайта оралмайды дейді ол. Олардың сөз таласын кекесінді күзетші Каммингс үзіп жібереді. Ол қыздарды жұқпалы вирус бар жоғын тексеріп, мазақтап, арандатушы сұрақтар қояды. Алайда Кейт досының жоспарын жасырып қалады. Гитамен қоштасқаннан кейін Кейт өткен өміріндегі ауыр естеліктерге шомады. Оның анасы да зомбиға айналған еді. Ал Скотт оны өз қызының көз алдында өлтіруге мәжбүр болды. Скотт қорқынышты түстерден оянады. Танакаға деген жеккөрінішіне қарамастан, ақшаның қажет екенін түсініп, ұсынысты қабылдауға мәжбүр болады. Ол бұрынғы әріптестерін жинап, команда құруды шешеді. Мария Круз, Вандер, тікұшақ ұшқышы Мариан Питерс, сейф ашу шебері Людвиг Дитер және мерген Майки Гусман. Соңғысы өзімен бірге көмекшісі Чемберсті де алып келеді. Барлық топ ангарда жиналады. Мұнда Танака оларға казинодан жасалған үлгі арқылы тапсырма мәнін түсіндіреді. Ал Скотт зомбилермен қалай күресу керек екенін айтады. Оларды өлтіру үшін ең бастысы ми. Егер ол саған қарай жүгірсе, тура миына ат бәрі сонда. Танака әрекет жоспарын жан-жақты түсіндіріп, әр қатысушыға міндеттерін бөліп береді. Олардың бұл өте қауіпті миссияны аяқтауға бар болғаны 32 сағаты қалды. Осы қысқа уақыт ішінде олар сансыз зомбилермен шайқасып, қулыққа толы тұзақтарды еңсеріп, казинодан жасырын өтіп кірулері керек. Соңында олар сейфті ашып, тастанды тікұшақпен ұрланған ақшаны алып, жасырын қашып кетуі тиіс. Командаға клиент атынан бақылаушы ретінде Мартин да қосылады. Скотт Кейттің лагеріне барып, одан қабырғаның ар жағына өтуге көмектесуін сұрайды. Анасының қайғылы қазасынан кейін Кейт пен әкесінің арақатынасы едәуір нашарлаған еді. Сондықтан ол әкесінің ұсынысына күмәнмен қарайды. Алайда Скотт $15 миллион сыйақы туралы айтып, бұл ақшаның босқын отбасы үшін жаңа өмір бастауға көмектесетінін ескертеді. Ақыры Кейт келісіп, келесі күні командаға оларды казиноға аман жеткізетін Лилимен таныстырады. Кейін Кейт Гитаның шатырын қарап шығып, оның балаларының анасының із-түссіз жоғалғанын айтқанына қатты шошиды. Кейт ашуланып Лилиге барып, оның Гитаны қабырғаның ар жағына ертіп кетіп, артынан күтіп тұрмай қайтып келгенін бетіне баса. Досын табуға бел буған Кейт жалдамалылар тобына қосылуға шешім қабылдайды. Скотт оған абай болу және үнемі көз алдында болу шартымен келіседі. Белгісіз себептермен Лили Каммингс есімді күзетшіні де ертіп алуды талап етеді. Өйткені топқа тағы бір адам керек дейді. Қару-жарақпен толық жабдықталған топ қабырғадан өтіп, қираған қаланың сұмдық көрінісіне тап болады. Олар бірінші кедергіні бірден кезіктіреді. Бұл Валентин есімді зомби жолбарыс. Ол қаланың кіреберісін күзетеді. Лили айлаға барып, Каммингстың қаруын тартып алады. Қыз топқа зомбилердің екі түрі бар екенін түсіндіреді. Қарапайым зомбилер және ақылды альфалар деп аталатын түрі. Каммингс альфалармен келіссөз жүргізу үшін
айырбас заты ретінде қажет. Бұл Лилидің еріктілер мен босқындарды мазақтап жүрген Каммингстен кек алу тәсілі. Кенет қыз зомбилердің жақындап келе жатқанын естіп, топты дереу тығылуға бұйырады. Ал Каммингс ауырсынған және қорыққан күйде айғайлап көмек сұрайды. Бірақ ешкім жауап бермейді. Аққұлақ альфа зомби, яғни қалыңдық атты тіршілік иесі оның жағдайын тексеріп, оны құрбандық ретінде өзімен бірге Олимпус казинесіне алып кетеді. Бұл ғимарат аш зомбилерге толы. Осы жерде Зевс атты зомби армиясының көшбасшысы көрінеді. Ол қалыңдықтың ішін тыңдап, қолын салтанатты түрде көтереді. Содан кейін Зевс Каммингстің мойнын тістеп денесін қалған зомбилерге тастайды. Лили команданы зомбилерге байқалмас үшін басқа ғимарат арқылы бастап өтеді. Олар мұнда уақытша ұйықтап жатқан қарапайым зомбилерге тап болады. Скотт алдыңғы қатарда болып, жарықтандырғыш таяқшалармен жол көрсетеді. Чемберс Мартиннің жасырын жоспары бар екенін сезіп, оны алға жібереді. Ал өзі топтың соңында қалып отырады. Зомбилердің арасынан өтіп бара жатқанда, ол біреуіне байқамай тиіп кетіп, оны оятып алады. Жылдам әрекет етіп, оны пышақпен өлтіреді. Алайда қорқыныш пен абайсыздықтан қалған ұйықтап жатқан зомбилерді де оятып алады. Сөйтіп олар Чемберске шабуылдай бастайды. Жағдайдан шығу үшін ол отшашарды алып, зомбилерді өрттей бастайды. Бірақ олардың саны тым көп еді. Мартин оны әдейі бір бөлмеге қамап кетіп, сырттан есікті жауып тастайды. Чемберс зомбилердің шабуылына ұшырап, олар мойнын тістеп, мерт қылады. Бұл сәтті оның досы Гусман көріп тұрады, бірақ көмектесе алмайды. Топ әрі қарай жолын жалғастырады. Кейт Лилиден Гитаның тірі қалу мүмкіндігі туралы сұрайды. Лили оған ол Олимпустан қашып шығып, инфекция жұқтырмай аман қалған болуы мүмкін деп жауап береді. Топ казиноға жетеді. Скотт әрқайсысына тапсырма бөліп береді. Питерс шатырға көтеріліп, шіріп кеткен тікұшақты ұшыруға дайындайды. Лили мен Мартин кіреберісті бекіту үшін сыртқа шығады. Скотт пен Кейт ғимаратқа электр қуатын қосады. Осы сәтте екеуінің арасында ашық әңгіме өрбиді. Кейт әкесіне оның ісін айыптамайтынын, бірақ өмірінен неге жоғалып кеткенін түсінбейтінін айтады. Скотт қызына марқұм әйелін Кейттен көріп, сол үшін жанына батып, қиналғанын мойындайды. Ол кешірім сұрайды. Бірақ Кейт әзірге оны кешіруге дайын емес. Сивке Дитер мен екі мерген Вандерхо мен тағы бір мерген барады. Ішке кіргенде олар өз командаларына ұқсайтын киім киген үш қаңқаны көреді. Вандерхо мұның бәрі уақыттың тоқтаусыз қайталанатын зұлым циклі болуы мүмкін деп ойлайды. Сонымен қатар, Танака өзін құдайдай күшке ие, бәрін бақылап отырған күш ретінде көрсетеді. Оларды шахмат тастары секілді басқарып отырғандай. Мергеннің уақыт циклындағы тұзақ туралы теориясы топ мүшелерін күлкіге қарық қылады. Содан кейін олар Сивті бұзуға көшеді. Лили мен Мартин қалыңдық пен оның күзетшісін алдап ашық жерге шығарып, қатыгездікпен өлтіреді. Шайқас кезінде шыққан дыбыс Зевске жетеді. Ол сол сәтте Гитаны жұқтыруға дайындалып жатқан еді. Мартин альфа қалыңдықтың басын шауып алып, оны артефакт ретінде өзімен алып кетеді. Осыдан кейін ол топты қаладан шығаратын, қауіпсіз жолмен алып кетемін деп уәде береді. Алайда Лили оған, Зевс саған жеткенше кетіп қал, деп кеңес береді. Дитер мен оның командаластары лабиринт тәрізді Сив ішін аралап, жолда кездескен зомбилерді жасырын тұзақтардан өту үшін жем ретінде пайдаланады. Ақыры олар Сивке аман жетеді. Сол сәтте жаңалықтарда ядролық соққы жақындап келе жатқаны туралы хабар тарайды. Топтың миссияны аяқтауға 1 сағаттан аз уақыты қалды. Дитер Сивтің механизмі өте күрделі екенін айтып, оны ашу үшін жарты сағат сұрайды. Ал сол уақытта Зевс сүйіктісінің жұлынған денесін табады. Оның ішін жарып, олардың туылмаған зомби нәрестесін алып шығады. Ашуға булыққан ол өз альфа армиясына казиноға басып кіріп, қонақтарды жойыңдар деп бұйрық береді. Дитер Сивті сәтті ашады. Қуанышқа бөленген топ сөмкелеріне ақшаны толтырады. Бірақ оларды алда не күтіп тұрғанын білмейді. Мария Скоттқа өзінің бұл топқа ақша үшін емес, бұрынғы жақын қарым-қатынасты қалпына келтіру үмітімен қосылғанын мойындайды. Алайда бұл романтикалық сәт Скотт қызының жоғалғанын білгенде үзіледі. Кейт Гитаны іздеуге кетіп, зомбилердің арасында қалып қояды. Қатты ашулы зомбилер казиноға басып кіріп, Марияның басын жұлып алады. Лили мен Гусман Скоттқа көмекке келіп, бірге қашуға тырысады. Алайда Мартин оларды тұзаққа түсіріп, шын мәнінде бұл операцияның мақсаты басқа екенін мазақтап айтады. Танаканың мақсаты ақша емес, билік. Ол үкіметпен бірігіп, тек альфа қалыңдықтың басымен ғана басқарылатын, жеңілмейтін армия құруды көздеген. Ол тікұшақпен жалғыз қашып, шықшты да жоюды жоспарлаған. Зомби көсемі Зевс Сивке жетіп, топтың қалған мүшелерімен шайқасады. Вандерхо көсеммен соғысуға тырысады, бірақ Зевс оны оңай жеңіп, ауыр жарақат салады. Дитер өзін құрбан етіп, досын аман алып қалу үшін оны Сивтің ішіне тығып, есігін жауып тастайды. Сыртқа шыққан Мартин рюкзагын ашып,
ішіндегі заттарды тексеріп көреді. Алайда артефакттың орнында ақша санағыш жатқанын көріп, оның орнына басқа біреу қойып кеткенін түсінеді. Осы кезде артынан Валентин атты жолбарыс келіп, Мартинді паршалап тастайды. Скотт, Лили және Гусман тұзақтан қашып, казиноның кіреберісіне жетеді. Мұнда олар зомби армиясына тап болады. Гусман тістеліп қалады. Өз жолдастарын құтқару үшін ол өзін құрбан етіп, гранаталарды жарып жібереді. Осылайша сөмкесіндегі ақшамен бірге өзі де жоқ болады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Скотт пен Лили шатырға көтеріледі. Бірақ Зевс оларды қуып жетеді. Лили қалыңдықтың басын, ол оны Мартиннен ұрлап алған болатын, көрсетіп, Зевсті алаңдатады. Скотт пен Питерс тікұшаққа мініп, ұшып кетеді. Алайда Зевс Лилидің кеудесіне найза қадайды. Бірақ ол зомби тістеп үлгермей тұрып, қалыңдықтың басын шатырдан лақтырып жібереді. Скотт Питерстен Олимпусқа қайта ұшуды сұрайды. Себебі ол Кейтті құтқаруы керек. Батыр қыз Гитаны казино ішінде табады. Бірақ бұл кезде зомбиға айналған Каммингс шабуыл жасайды. Кейт оның басынан атып, жойып жібереді. Алайда бұл кезде Зевс пен оның армиясы олардың соңынан түсіп қойған еді. Қыздар тығырыққа тіреледі. Бірақ Скотт дер кезінде келіп, жарылғыш заттармен зомбилерді кері шегіндіреді. Үшеуі шатырға жетіп, тікұшақты іздейді. Бірақ ол жерде болмай шығады. Скотт Питерстің оларды тастап кеткенін ойлайды. Бірақ Питерс оларды құтқару үшін қайта оралады. Барлығы тікұшаққа мініп үлгереді. Бірақ Зевс соңдарынан еріп, тікұшаққа секіріп мініп алады. Скотт пен Альфа көсем арасында қиян кескі шайқас басталады. Осы шайқас барысында Скотт байқамай Питерсті атып алады. Тікұшақ төмен құлдилай бастайды. Соңғы сәтте ұшқыш Питерс оны тұрақтандырып, апаттың алдын алады. Алайда Зевс Скотттың мойнын қатыгездікпен тістейді. Сол уақытта үкімет Лас-Вегасқа ядролық бомба тастайды. Жарылыстың осқырық сәулесі Альфаны уақытша соғыр қылып, оның бағыт-бағдарын жоғалтуына себеп болады. Осы сәтті ұтымды пайдаланған Скотт Зевсті атып, бір жола өлтіреді. Алайда қатты соққы толқыны тікұшақты құлатады. Апаттың салдарынан Гита мен Питерс қаза табады. Кейт апат болған жерде тірі қалғандардың арасынан әкесін тауып алады. Скотт енді өмірінің соңғы сәттерін кешіп жатыр. Ол қызына шын жүректен кешірім сұрап, оған бір бөлік ақшаны береді. Бұл ақша Кейтке жаңа өмір бастауға және Гитаның балаларына көмектесуге мүмкіндік береді. Осыдан кейін Скотт зомбиға айналып кетеді. Және Кейт әкесінің басынан атуға мәжбүр болады. Көкжиекте құтқарушы ұшақ пайда болады. Кейт көз жасына ерік беріп, үміт пен қайғының арасында тұрып қалады. Ал осы уақытта ядролық жарылыстан кейін Вандерох сейфтің арқасында аман қалады. Ұрланған ақшаны өзімен бірге алып, ол панасынан шығып, Юта штатына бет алады. Ол жерден Мексикаға жеке ұшақ жалдайды. Алайда ұшу кезінде ол өзін нашар сезіне бастайды. Қатты бас айналу, дене температурасының күрт төмендеуі байқалады. Қауіптің барын сезіп, ол дәретханаға барады да Зевс қалдырған тістеген іздерді байқап қояды. Вандерох күлкіге булығып, ақылынан айырылған күйде өзінің зомбиға айналып бара жатқанын түсінеді. Сіз тылсым күшке немесе жеңілмейтін әскердің бар екеніне сенесіз бе? Ойыңызды пікірде қалдырыңыз және арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.